Сәлеметсіздер ме? Мен Алпамыс Бөбекжанның тәрбиешісі Жаңабаева Гүлбира Асқарқызы боламын. Менің тәрбиеленушім Жанбек Мусимованың жасым 6-да. Біз бүгін тәрбиеленуші Муслим екеуміз алманың қалай өсіп шығуы туралы зерттейміз. Ол үшін бізге ең алдымен қажет болатын заттар Алма, ыдыс, су, топырақ және де үлкейткіш әйнек қажет болады. Біз кішкентай ғана дәндерді көру үшін. Одан кейін бізге қағаз қажет болады. Ең алдымен біз алманың ортасын не істейміз, Муслим? Кесіп аламыз. Одан кейін алманың ортасында дәндер орналасып, біз соны алып аламыз. Көнекей, Муслим, аламыз. Біз алманың ортасында дәндерді алып алдық. Енді оның дәнді біз жарылып шығу үшін алдымен қағазды суға батырып аламыз. Суға батырып алып саламыз. Дән салған кезде де оның біз арасын алшақ етіп орналастыруымыз қажет. Енді біз оған күнделікті сумен ылғалдап тұрамыз. Ал бұның ары қарай бүршік атып өсуі үшін бізге күнделікті жылы су мен күннің көзі қажет болады. Біз арада 15-20 күн өткеннен кейін өзіміздің ылғалдап тұрған ішінде дән орналасқан қағазымызды ашамыз. Одан кейін Муслим осының арасындағы дәндерімізді бақылайықшы. Өзінің үлкейткіш әйнегімен. Бізде дән ісініп жарылған, оның өскін атып шыққан, мінекей көрсеңіздер де болады, иә, Муслим? Кішкене болса бізде тамырлары шығып жатыр. Енді біз осыны топыраққа отырғызатын боламыз. Біз енді өзіміздің ыдысымыздан топырағымызды саламыз. Топырағымызды салғаннан кейін өзіміздің дәніміздің өскін атып шыққан жағын ғана, яғни тамырға шығып тұрған жағын топырақтың үстіне отырғызатын боламыз. Яғни астыңғы жағын дұрыстап мықтап отырғызамыз, араларын алшақ қоямыз. Одан кейін оған біз суымызды құямыз. Суымызды құя ғой. Бұның да ары қарай өсіп жапырақтанып шығу үшін бірнеше айлар қажет болады. Ол үшін біз күнделікті өзіміздің суымызды құйып, жарық жерге күннің сәулесіне қойып өсіретін боламыз. Муслим, қарашы, біздің еккен дәнімізден нелер шыққан? Жапырақтар шыққан. Не көріп тұрғандарыңыздай бірнеше айлардың арасында еккен дәнімізден осындай жапырақтар шықты. Ал біз бұл жапырақтар шығару үшін қандай жұмыс жасадық? Күнге қойып, терезенің алдына күнделікті өзіміздің суымызды құйып тұрдық. Енді біз бұның үлкейіп 1 метр немесе 60 сантиметрдей болып өскенін күтеміз. Мінекей Муслим, қарашы, біздің еккен кішкентай дәнімізден осындай үлкен тал шықты. Ал сен осы талдың бойынан нені байқап тұрсың? Бүршік, кәнеге қарай қойшы бүршігіңді. Өзіңнің еккен бүршігін көрініп тұрма саған? Жарайсың. Мінекей, біздің зерттеген алмамыздың қорытынды нәтижесінде бізде осындай үлкен алма ағашы өсіп шығады екен. Бұған да Муслим өсіп шығуына 3 пен 4 жыл аралығында уақыт қажет болады. Ендеше Муслим, үлкейткіш әйнегінің көмегімен қарап көрші. Біздің бастапқыда еккен кішкентай дәндеріміз қазіргі таңда үлкен болып шыққан. Саған көрініп тұр ма? Ал бұл көктем мезгілінде гүлдейді, мінекей. Осылай көктейді, желдің арқасында гүл бізде ұшып кетеді де, оның астынан біздің алмамыз пайда болады екен. Саған бүгінгі зерттеу жұмысымыз ұнады ма? Сен бүгін қандай жұмыс жасадың? Су, топырақ, алма, дәндердің көмегімен біз алманы зерттеп шықтық. Сіздерге көп рахмет.